Менің отбасым ұстаздар отбасы. Мен Шығайып Ажылдыз Абзалқызы. Менің отбасымның мамандығы байқауында осы мамандық туралы айтып өткім келеді. Мен бұл отбасыда туғаныма және өскеніме өте қуаныштымын. Себебі мұғалім болу ең құрметті әрі жауапты мамандықтардың бірі. Ұстаз білім беріп қана қоймай, оларды тәрбиелеп, дұрыс жол көрсететін адам. Біздің үйде білімге ерекше көңіл бөлінеді. Себебі менің әжем, Сабира, көп жылдар бойы мектеп қабырғасында қызмет еткен ұлағатты ұстаз болған. Сонымен қатар әкем Абзал да білім саласында қызмет етіп, шәкірттер тәрбиелеуде. Қажымас еңбекқорлығымен болашақ ұрпақты білім нәрімен сусындатып, өмірге жол көрсетуге ешқашан жалыққан емес. Ал адам болса тіл маманы. Есімі Нұриза. Өз жұмысына адал, еңбекқор, адамгершілігі мен мейірімділігі, білім мен шеберлігі бір төбе ерекше жанның бірі. Ата-анамның шыдамдылығына, мейірімділігіне және еңбекқорлығына мен әрдайым таңғаламын. Ата-анам маған әрқашан білім өмірдің кілті деп айтып отырады. Сондықтан мен сабақты жақсы оқуға тырысамын. Мұғалімдердің отбасында туылғандықтан болашақта мен де ұстаз болғым келеді. Себебі балаларға білім беріп, олардың жетістіктерін көру нағыз бақыт деп ойлаймын. Ұстаз болу жай ғана мамандық емес, ол үлкен жүрек пен жауапкершілікті қажет ететін іс. Менің ата-анам нағыз үлгі ұстаздар. Осындай отбасыда тәрбиеленгенім үшін ризамын.